Беларусь президенті Александр Лукашенко жайлы әңгіме көп. Әлемнің басым бөлігі оны жағымсыз көшбасшы диктатор ретінде қарайды. Бұған негізде бар. Халқында саясаттағы ірі ойыншыларды да шатастырып, амал іздеп өзінің қара басына күн шуақтан орын табуға келгенде оған теңесетін президент жоқ. Демек, саясатта оның суда жүзген балықтай қауқары бар. Ал диктатор болғаннан кейін оның саясаткер ретіндегі талантынан халқына қайыр жоқ. Сайлаулардың бәрін өз пайдасына былықтыру, қарсы келгендердің үнін шығармай бір жақты етіп құрту Лукашенкоға тән нәрсе екенін білмейтін адам жоқ. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Енді Беларусь президентінің екінші бір таңғаларлық қырда бар. Ол сырттағы орасан зор күштердің тілін тапқыш. Еуропамен жақсы ойын жүргізеді. Өзінің тыныштығын сол жақтан іздеп табады. Сонымен қатар Ресеймен де ойыны мықты. Жанасқан екі түйенің ортасында жаншылып қалмай аман тұр. Лукашенконың Ресей билігімен ойыны өте күрделі әрі қауіпті, бірақ әлі күнге дейін қамшы салдырмай амалын асырып келеді. Кейбір сарапшылардың сөзіне қарағанда Лукашенко мен Ресейдің қазіргі билеу бір-бірін иттің етінен жек көреді. Ресей билігі Беларусьті өзінің Украинаға қарсы соғысына өз ойындағыдай етіп еш пайдалана алар емес. Лукашенко қаншалықты жалтақ, ләббайшыл болғанымен ақымақ емес. Ол өзінің өлетін жерін біледі. Тіпті Украинаның осы күні Курскіге басып кіруіне де Лукашенко кедергі жасамады. Яғни Курскіге таяу маңға өз әскерін жақындатпады. Бұл жағынан Украина әскерінің көңілі тыныш. Ресей басшысы оны қаншалықты жек көрсе де ішінен тынады, сыртқа білдірмейді. Өз кезегінде Лукашенконың Ресей басшысының жек көруінің үлкен себебі де бар. Кезінде Ресей мен Беларусь арасында одақ құрылды. Лукашенко Ельцинмен жақсы қатынаста болды. Беларусьпен біріккен Ресейге Ельциннен кейінгі президент болуға әрекет еткен екен. Алайда олай болмай шықты. Кең пейілді Ельцин күштік құрылымдармен қауіпсіздікті босаңсытып жіберген еді. Соның есесін қайтарды ма екен? Қауіпсіздік саласының саясатта жүрген серкелерімен бірқатар ірі бизнесмендер килігіп, ақыры басқа адамды ізбасар етіп шығарды. Лукашенко осы себеппен Ресейдің осы күнгі билігін ұнатпаса да, онымен ойын жүргізіп, өзінің дербестігін үнемі сақтап отыруға мәжбүр. Ол үнемі ізденіс үстіндегі әккі саясаткер. Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіріп алды. Осы күні Қытаймен жақындасып жатқан жайы да бар. Оның билік құмарлығы мен саясаттағы ойын жүргізу машығының кейбір тұстары біздің бұрынғы президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа ұқсас келеді деп жатады. Лукашенконың жасы ұлғайды. Енді ол өзінің ақырын ойлай бастады. Жуырда Беларусьте президентті қорғайтын заң жобасы дайындалған болатын. Лукашенко заңды тездетіп қарау туралы бастама көтеріпті. Бұл жағдай жайлы Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы егжей-тегжейлі материал жариялаған екен. Онда Лукашенко мен Назарбаевтың әрекетіндегі ұқсастықтарға параллель жүргізіліпті. Материалға зер салсақ, Беларусь президенті Александр Лукашенко қазіргі президент пен экс-президентті қорлағандарды, жала жапқандарды, өміріне қауіп төндіргендерді қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы бастама көтерді. Бұл сізге де таныс мысал ма делінеді. Әрине, қазіргі президент те, болашақтағы экс-президент те Лукашенконың жалғыз өзі. Құжат Беларусьтің ұлттық құқықтық интернет порталында жарияланды. Бұған дейін заң жобасын Республика кеңесі мен палата өкілдері мақұлдап қойған. Бұл заң жобасы бір ауыздан қабылданатынына еш күмән жоқ. Президентке мерзімі бітуіне немесе денсаулығына байланысты өкілеттігі тоқтаған экс-президентке және оның отбасы мүшелеріне қатысты зорлық-зомбылық жасау немесе зорлық-зомбылықпен қорқыту, дүние мүлкін бүлдіру немесе жою 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі делінген заң жобасында. Құлаққа жетіп жатқан ақпараттарға қарағанда, заң қабылданған жағдайда Лукашенко президенттіктен кейін өмір бойы сенатор, өмір бойы бүкіл Беларусь халық жиналысының мүшесі болады. Қазіргі жалақысы, медициналық қадағалануы, мемлекеттік күзеті, көмекшілер штаты, үкіметтік байланыс құралдарын пайдалануы өлгенінше сақталады. Батьканың бұл әрекеті бізге өте жақсы таныс. Егер ұмытпасаңыз, осыған ұқсас заң Қазақстанда да болған. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заң 2000 жылы 20 шілдеде қабылданды. Сол кезде елбасы туралы заң жобасын
парламенттің қос палатасы 4 аяқтап қолдап, қазірде билікте отырған сарапшылардың көбі жарыса мақтап, Нұрсұлтан Назарбаев жымиып отырып, қол қойып, ың-шыңсыз қабылдап жіберген еді. Осы заңның Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне елбасына ешкімнің тиіспеуі деп аталатын 3 бабында мынадай қатаң талап қойылған. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне елбасына ешкімнің тиісуіне болмайды. Ол өзі Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттіктерін орындау кезінде жасаған. Ал бұлар тоқтатылғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы деген өз мәртебесін жүзеге асыруға байланысты әрекеттері үшін жауаптылыққа тартылмайды. Оны ұстап алуға, қамаққа алуға және күзетпен ұстауға, тінтуге, одан жауап алуға не жеке басын жете тексеруге болмайды. Тиіспеушілік Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне, елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне жекеменшік құқығымен тиесілі барлық мүлікке, сондай-ақ олар пайдаланатын тұрғын және қызметтік үй-жайларға, қызметтік көлікке, байланыс құралдарына, жазысқан хаттарына, оларға тиесілі құжаттарға қолданылады. Тиіспеушілік Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының қорына және ол құратын өзге де заңды тұлғаларға тиесілі мүлікке де қолданылады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне, елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне жекеменшік құқығымен тиесілі мүлікке, сондай-ақ ол құратын заңды тұлғалардың мүлкіне қандай да бір шектеулер қойылмайды. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің, елбасының және онымен бірге тұратын отбасы мүшелерінің банктік шоттарының банктік құпиялығына және оларға тиіспеушілікке кепілдік беріледі. Материалда қаңтар бүлігінен соң көп ұзамай бұл заң әдірем қалды. 2023 жылы 13 ақпанда екінші президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заңының күшін жойып, Назарбаевты елбасы мәртебесінен айырды делінеді. Мақала авторының қорытынды сөзі мынадай: ал енді Назарбаевтың мысалы Лукашенкоға неге сабақ болмады деген заңды сұрақ туады. Мұның жауабы дайын. Кез келген диктатор өле-өлгенше билікте отырғысы келеді және заңсыз жолмен жиған дүние мүлкін қайткен күнде де сақтап қалуды армандайды. Сол үшін түрлі заңдар ойлап табады, сөйтеді де оны қуыршақ парламентіне қабылдатады. Диктаторлардың бәріне тән тағы бір кемшілік бар. Ол әлгіндей заңдардың ғұмыры қысқа болатынына бас қатырмау. Бұған Назарбаевтың мысалы айқын дәлел. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.